Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, тәбет ашатын, осылай суы шығып, өте дәмді шығатын салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Кез келген тамақпен жесеңіздер, өте дәмді. Содан соң капустамызды осылай майда етіп турап аламыз, барлығын бір келке етіп. Содан соң укропымызды осылай майдалап турап аламыз. Енді барлығын бір ыдысқа салып алатын боламыз. Сәбізімізді, капустамызды, укропымызды бір ыдысқа салып, енді дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Мен тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрыш қостым. Өздеріңіз дәміне қарай қалағандарыңыз қоссаңыздар болады. Кішкене алма уксусын қостым. Осылай барлығын жақсылап араластырып, мыжып алатын боламыз, суы шыққанша. Содан соң кішкене пістен майымызды қыздырып, ыстықтай құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмді шығады сонда салат. Өз қалауларыңыз бойынша пияз, чеснок қоссаңыздар да болады. Осындай салатқа арналған приправа қостым. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Өте дәмді, керемет салат шықты. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға